Бүгін сіздерге тез және оңай қазан тазалау әдісімен бөлісемін. Ең алдымен қазанымызды пешке қойып, қатты қыздырып аламыз. Үйлеріңізде бар для чистка казанов осындай средстволарыңыз болса, соның губканың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Қолдарыңызды байқауларыңыз керек, өйткені қазанымыз қатты ыстық. Сондықтан байқап барлық жеріне жақсылап жағып шығамыз. Темір сеткамызды алып, жақсылап ысқылаймыз. Қазанымызды жақсылап ысқылап шығамыз. Средствомызды құйып, қайта-қайта осылай қайталап ысқылап аламыз. Ысқылап алған қазанымызды үстіне су құйып, жақсылап сумен, ыстық сумен жуамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып осылай жуып шығамыз, және де тағы да үстінен өзіміздің плитка жуатын, қазан жуатын средстволарымызды жағып 5-10 минутке қойып, қайтадан оны сумен жуып тастаймыз. Осылай 2-3 рет қайталаймыз. Осылайша қазанымыздың бір қыздырып жуған кезде осындай болып кетті. Қайтадан пешке қойып, қазанымызды қатты қып қыздырамыз. Қайтадан қыздырып, үстіне средствомызды құйып, жақсылап жағып шығамыз. Губканың көмегімен жағамыз. Және де мен осылай 3 рет жасап шықтым. Сонда менің қазанымның асты тап-таза болып шықты. Өстіп міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қазанымды осылай 3 рет қыздырып, средствоны жағып, осылай тап-таза қылып жуып алдым. Сіздер де осы тәсілмен қолданыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, жаңадан есеп жүрмін үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.